Жетісай ауданында 200 пәтерлі көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. 2018 жылы басталған құрылыс нысаны жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Бұл туралы Жетісай аудандық құрылыс бөлімінің басшысы Мұса Абибуллаев мәлім етті. Жетісай қаласындағы 5 қабатты 200 үй Әуезов көшесі бойында орналасқан 80 гектарлы жер теліміне салынып жатыр. Қазір құрылыс алаңында 3 мердігер компания жұмыс істейді. Құрылысқа жергілікті жұмыссыздар еңбекке тартылған. Жұмыс жүріп жатыр, жұмысшылар местный жігіттер, мекаяның жігіттері бәрі істеп жатқан. Айлықтар 150 мың айлық, 120-150 айлық. Материалдың бәрі осы өзіміздің Қазақстанның материалдары. Көбісін алып қойғанбыз, енді екінші қабатқа шықты. Қанша жұмысшыңыз бар? Где-то 30 адам бар, тағы да көбейтеміз. Салынып жатқан нысандардың тапсырылу мерзімінде олқылықтың орын алуына жол бермеу үшін аудандық құрылыс бөлімі мердігерлермен тығыз байланыста жұмыс атқарып келеді. Өткен жылы індеттің салдарынан тұралап қалған құрылыс қарқыны биыл қайта күшейтілген. Кедергі болғанда сол 18-де жаңағы проектный-сметный документациясы біткеннен кейін қаржы бөлінді. Мына 160 пен 120-ға да. Бірақ былтыр кедергі болды, мына ковидтің кесірінен да. Бірақ бәрі былтыр ол қаржы толық үйіптуге қарастырылмаған. Қазір енді мынау кішкентай дұрысталды ғой. Қазір толық өздеріңіз көріп отқандай адамдарда басқа да жетеді, техникада. Биыл жылдың аяғына тапсырамыз. Биыл әзірше ешқандай кедергі жоқ. Толық материалдар да жетеді, қаржы да толық қарастырылған. Заманауи талапқа сай салынып жатқан тұрғын үйдің алдынан балаларға арналған ойын алаңшасы мен спорт алаңшалары салынады деп жоспарланып отыр. Қазір тұрғын үй құрылысымен қатар мұнда электр желісі мен ауыз су жүйесі қоса тартылуда, ал газ бен кәріз жүйелері мамыр айында жүргізілмек. Здесь должна была по проекту раньше котельная быть, сейчас теперь вместо котельной будет автономное отопление в каждом доме, в каждой квартире. В каждой квартире своя газколонка будет, и будет каждый свой регулировать сам свою температуру. Ірленге Мақтарал ауданы кезінде 2015 жылы 36 отбасыға пәтер берілген. Жаңадан бой түзеп жатқан бұл көп қабатты үйлердің алғашқы қоныстанушылары әзірге белгісіз. Қазіргі таңда аудан көлемінде 6 көп қабатты тұрғын үй жүргізіліп жатыр. Құрылысы ол құрылыс бөлімі арқылы жүзеге асырылып жатыр. Құрылысы аяқталғаннан кейін бізге жаңағы тұрғын үй бөліміне меншігіне беріледі тұрғын үйлер. Соған сәйкес, берілген тұрғын үйлерге сәйкес, біз үкіметтің 856 қаулысына сәйкес тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар мен азаматшаларға кезек негізінде тұрғын үйлерді арендалық қылып ұсынамыз. Әкімдіктен кезек күткен аудан тұрғындары осы жылы баспаналы болып, қоныс тойын тойлаймыз деген үмітте. Ал әзірге Жетісай ауданы бойынша жалпы 2300 азамат тұрғын үй кезегіне тіркелген. Клара Шербайқызы, Рысбек Асанұлы, Гүлмира Саржанова, ақпарат Жетісай ауданынан.